Hello everyone. Today we'll learn how to use have, has, have not and has not in English. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде бар және жоқ дегенді қалай айту керектігін үйренеміз. Бұл өте қарапайым, бірақ та маңызды тақырып. Сонымен have және has дегеніміз не? Have және has қазақ тіліндегі бар деген мағынаны береді. Яғни менде бар, онда бар, оларда бар деген сияқты мағыналарда қолданылады. Бізде have осы сөздермен қолданылады. Олар I, you, we және they. For example, I have a book. Менде кітап бар. You have a car. Сенде көлік бар. We have time. Бізде уақыт бар. They have a dog. Оларда ит бар. Ал has мына сөздермен қолданылады. Олар he, she және it. For example, he has a phone. Оның телефоны бар. She has a bag. Оның сөмкесі бар. Negative form, яғни теріс түрі. Біз жоқ деп айтатын кезде have not немесе has not дейміз. Мысалы, I have not a book. Менде кітап жоқ. You have not a car. Сенде көлік жоқ. He has not a phone. Оның телефоны жоқ. She has not a bag. Оның сөмкесі жоқ. Күнделікті сөйлеуде ағылшындар қысқартылған түрін жиі қолданылады. Яғни have not, haven't, has not, hasn't. Мысалы, I haven't a book. He hasn't a phone. Қысқа сұрақ түрлерін айта кетсем, have you car? Сенде көлік бар ма? Has she a cat? Оның мысығы бар ма? Бірақ көбінесе ағылшындар do you have деп айтады. Мысалы, do you have a car? Сенде көлік бар ма? Does she have a cat? Оның мысығы бар ма? Енді сен have, has, have not және has not қалай қолданылатынын білесің. Practice these sentences every day and don't forget to like and subscribe to our channel for more English lessons. See you next time.